Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дене шынықтырудың әдістері мен тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты дене шынықтырудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу. Сабағымыздың барысы дене тәрбиесінің әдістері, ойын және жарыс әдісі, қимыл әрекетке үйрету әдістері, дене қасиеттерін дамыту әдістері, дене тәрбиесінің қағидалары. Міне бүгін оқушылар осы жөнінде кеңінен сабағымызды жүргізетін боламыз. Дене тәрбиесінің әдістері әртүрлі жаттығулар тобымен әрқилы жағдайда белгілі бір міндеттерді орындау үшін дене тәрбиесінің жаттығуларын қолдану, пайдалану жолын дене тәрбиесінің әдістері дейміз. Ойын әдісі дене тәрбиесі үрдісінде спорттық және қозғалмалы ойындардың элементтерін қолдану ойын әдісі деп аталады. Ойын әдісінің мынандай өзіне тән ерекшеліктері мен белгілері бар. Бірінші, белгілі бір мақсатқа жеңіске жету үшін ойынның жоспары және тәртібі арқылы ойнаушыларды ұйымдастыру. Екінші, ойын әрекеттері кезінде ойнаушылардың бәсекелестік, жеңіске деген ұмтылысының, көңіл күйлерінің көтерілуі. Үшінші, ойын барысында жаттығулардың өз бетімен қимыл әрекет жасауға шешім қабылдауы. Мысалы, ойынға қатысушылардың жүгіруді, секірудің, лақтырудың жолын өзі таңдайды. Төртінші, қимыл әрекеттердің алуан түрлігі. Олардың ойын барысында әртүрлі жаттығулардан кенеттен пайда болуы. Жарыс әдісі. Дене тәрбие жаттығуларының жарыс, бәсеке түрінде орындауды жарыс әдісі дейміз. Жарыс әдісінің ең негізгі белгісі біріншілікті, қарсыласыңды, команданы, топты жеңу үшін бәсекелесу, күресу, күш сынасу жағдайында жоғары көрсеткіштерге жету. Бұл әдіс әртүрлі мақсаттарды орындауға пайдаланылады. Мысалы, адамгершілік, жігерлілік, дене қасиеттерін тәрбиелеу, күрделі жағдайда қимылдың ептілігі мен дағдысын жетілдіру. Жарыс әдісі адам ағзасының мүмкіншіліктеріне жоғарғы талаптар қояды да, оны ары қарай тез дамуына ықпал етеді. Қимыл әрекеттерге үйрету әдісі. Қимыл әрекеттердің күрделілігіне қарай тұтаста бөлшектеп те үйретуге болады. Тұтас үйрету әдісі жаттығуларды бөлшектемей, толық үйрету кезінде мынадай жағдайларда қолданылады. Қарапайым қимыл әрекеттерді үйрету кезінде дене қуаты мен техникалық дайындығы жоғары оқушылармен жүргізілетін жаттығу сабақтарында қимыл әрекеттері бөлшектеп үйретуге болмайтын, бөлшектес техника негізінде сапасы болмайтын жағдайда бұрын үйренген жаттығуларды жетілдіруде. Дене қасиеттерін дамыту әдістері. Дене қасиеттерін дамытуға бағытталған қатаң шектелген жаттығулар әдістері әртүрлі формадағы жүктеме мен тынығудың түрлерін ұштастыру мүмкіндігіне байланысты қолданылады. Жүктеме дегеніміз дене тәрбиесі жаттығулары мен адам ағзасына әртүрлі көлемде әсер ету. Жүктеме қарқындылығы. Ол белгілі бір уақытта дене тәрбиесі жаттығуларының қарқынды тездете орындау. Жүктеменің ішкі және сыртқы қарқынды көрсеткіштері болады. Сыртқы көрсеткіштері қозғалыс жылдамдығы, мысалы жүгіру, шаңғы жарысы, суда жүзу, тағы басқалары. Және ішкі көрсеткіштері болады. Олар жүректің соғу жиілігі, белгілі бір уақытта күш жұмсау өлшемі. Жүректің соғу жиілігі адам ағзасына әсер ету көлеміне байланысты жүктеме. Кіші жүктеме жүрек минутына 130 ретке дейін соғады. Орта жүктеме жүректің минутына 131-155 рет соғады. Үлкен жүктеме жүрек минутына 156-175 рет соғады. Жоғарғы жүктеме жүректің минутына 176-190 мәрте соғуына дейін барады. Өте жоғары жүрек минутына 190 мәртеден көп соғады. Дене қасиеттерін дамыту үшін мына әдістерді қолданамыз. Бір қалыпты орындау әдісі. Бұл әдіс жаттығуларды үзбей, ұзақ уақытта бір қарқынды орындауды талап етеді. Мысалы, ұзақ, бір қалыпты жүгіру, жүзу, еске кесу және тағы басқа. Жүктеме. Бұл кезде жоғарғы деңгейдің 70%-нан аспау керек. Жүрек соғуының жиілігі минутына 130-150 рет. Ұзақ уақытта бір қалыпты істелген жұмыс жүрек қан тамырын және тыныс алу жүйелерін нығайтып, ағзаның жалпы төзімділігін дамытады.
Дене тәрбиесінің қағидалары. Дене тәрбиесі үрдісінде төмендегідей әдістемелік қағидалар кең қолданылады. Саналылық және белсенділік, көрнекілік, жүйелілік, біртіндеушілік, реттілік, дарақылық. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, ғылыми зерттеу деректері бойынша дене шынықтыру жаттығуларымен жүйелі түрде шұғылданатын адамдар, онымен анда-санда бір шұғылданатын адамдарға қарағанда сирек ауырады, дәрігерге де сирек қаралады. Денсаулығымыз мықты болу үшін жүйелі түрде спортпен айналысайық. Келесі сабақта кездескенше сау, саламат болыңдар.